болып өтті. Сол кезде біз 100 жылға түгел зерттеу жасадық. Біз әдетте бұл пионер журналы туралы бірде-бір диссертация, бірде-бір дипломдық жұмыс қорғалмаған екен. Өзім 2018 жылы магистратураға түскен кезде, сол кезде зерттеп бастаған кезде білдім. Және біз үшін бұл үлкен жаңалық, өйткені 100 жылдық тарихы бар журналдың бас редакторларын түгендеп шығу, олардың еңбектерін қайтадан зерттеп шығу, ол бір адамның жарты өмірі кететін жұмыс, бірақ біз ұжыммен осы жұмысты алып шықтық. Және айтайын дегенім ойым шашырап тұр қазір жолдан келген. Өте батырдың қаны бар, сондай қазақтың нар тұлғалы ұлдарының бірі, осы сұм соғыстың кесірінен бар потенциалын ұлтына бәлкім бере алмай кеткен шығар деп айтамыз. Сондай қапыда кеткен азаматтың бірі, әрине топырағы торқа болсын. Сіздердің сол аталарыңызды іздеп, топырақ алып, жатқан жерінен бар құран бағыштап келіп жатқандарыңызды естіп жатырмыз. Қабыл болсын ниеттеріңіз. Енді ешқашан ондай соғыс болмасын, осындай қазақтың мықты азаматтары қапыда кетпесін деп тілейміз. Ендігі ұрпақтарымыз қолына қару ұстамасын, осы беріп жатқан бата тілектеріміз қабыл болсын, атамыздың рухы шат болсын. Амин. Рахмет.